қуаныш болған. Жабыққан жанға жұбаныш болған мың алғыс. Мың алғыс. Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы, қасиетті жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қазақ радио әуе толқынында мың алғыс хабары. Микрофон алдында Мангүл Ермекқызы жағдай туралы айтып берейік. Сондықтан өзіңізді сәл сабыр етіңіз дегім келеді. Түсініп отырмын сіздің жүрегіңіздегі алаңдаушылықты, бірақ Әселдің жағдайы туралы тыңдармандарымызға айтайық. Әсел, өзіңіз сәлеметсіз ба? Сізге қойылған диагноз қандай, оның белгілері қандай және қашан бойыңызда дерт бар екенін аңғара бастадыңыз? Мен 27 жастамын, қаңтардан бері ауырып жатырмын. Диагнозым клепсиялы пневмония, предварительный диагноз, основной диагноз хронический гастрит, синдром бактериального роста. Точный диагноз пока что не поставили. И кусам, температура, уже 10 ай сөйтіп ауырып жатырмын. Салмағым 35 келі, 25 келі салмағым түсті. Салмақ тастадыңыз осы аралықта, е? Иә, күнде температура, күніне 5-6 рет құсам, аппаратсыз көп жүре алмаймын. Аппарат сол ішіндегі желудоктан слизь избыточный, сол бактерия, осындай нелерді бәрін постоянно нужно отсасывать. Сол арнайы құрылғымен денсаулығыңызды жүйеге келтіріп отыру керек, иә? Қазіргі таңда аппаратсыз, былай қарағанда аппаратқа тәуелді болып қалдыңыз. Иә. Ал енді дәрігерлер не дейді? Оның нақты диагнозын қоя алмаудың себебі қандай? Нақты диагноз қоямыз, келіңіз деп отырған клиникалар бар ма? Бар, иә. Бұл клиника Нью-Йоркта, ақшта Вейл Корнелл деген медикал центр. Сол жерде диагноз қоя алады, диагностика жақсы. Сіз құжаттарыңызды жібердіңіз, шақырту алдыңыз, иә? Иә, шақыртым бар. Тек мәселе қаражатқа келіп тіреліп отыр. Тек мәселе қаражатқа болып тұр. Сол диагностикаға бару үшін 6,5 миллион теңге керек. Бұндай қаражат менде жоқ. Квота государственный жоқ для верификации, диагностика деген квота бере алмайды, жоқ. Арнайы диагностикаға, шетелде диагностикадан өту үшін мемлекет тарапынан квота қарастырылмаған екен. Иә. Ол туралы да мәлімет алдыңыз министрліктен. Апай, сіздің айтарыңыз бар сияқты, иә? Құрметті қауым, сәлеметсіздер ме? Мен зейнеткермін, жалғыз қызым Әсел ауырып қалды осылай. Мен әрқашанда осы қазақ радиосын тыңдап жүретінмін да, жұрттар өз ауруларын айтып, көз жасын төгіп келген тыңдап отыратынмын да. Бірақ мен ойламай... Көмектесетінсіз, иә, арасында? Көмектесетін да шамам келгенше. Бірақ мен өз басыма осындай күн сөт, көз жасымды төгіп, қазақ радиосына келем деген ой болмағанда. Пенсия менің басқандай. Баламның әкесі баяғыда қайтыс болды. Қызым 27 жаста, қазір жұмыс істемейді. Жалғыз қыз қалдыңыз, иә, осы Әсел? Иә, Құдайдан сұрап алған жалғыз қызым. Құрметті қауым, бүгін жұма күні, ниеттеріңіз қабыл болсын. Шамаларыңыз келгенше көмек беріңізші. Мен қызымды міндетті түрде сақтауым керек, өмір сүру керек мен қызым. Америка шақырып жатыр қызымды, интернетпен жазып сөйлесіп отырмыз, олар тосып отыр. Бірақ баруға менде ондай қаражат жоқ.
сіздерден құрметті қауым бар ғой. Біздің осы Қазақстанда азаматтар жағдайлары жақсы. Құдай сіздерге бергеніңізді мен қуаныштымын. Енді бізге де бір көмек қол ұшыңыз берсеңіз деп сұраймын. Ертең Әселім менің тәуірі жұмыс жасап, мүмкін бизнес вумен болады. Ол да ертең осы күнді ұмытпай, Алланың ризашылық үшін қол ұшын береді ауырып отқан бір азаматтарға. Өтіне сұраймын. Рахмет апай, сіздің жүрегіңіздегі уайымды, көз жасыңызды біз жақсы түсініп отырмыз. Осы бүгінге дейін енді қаншама ананың жүрегіндегі уайымын сейілтіп, жанарындағы жасты құрғатуға тырысқан, өзіңіз айтып отырған мейірімді азаматтар сіздің де үніңізге бейжай қарамайды деп сенеміз. Дәл қазір қымбатты радио тыңдаушы, осы Әсел қызымызға көмектесемін десеңіздер, Әселдің өзінің атына ашылған есепшоттар бар менің қолымда, соны қайталап өтейін. Ал телефонға байланыс нөміріне қоңырау шаламын десеңіз, 75-72-75 байланыс нөміріміз, Нұрсұлтан қаласының коды 8-717-2. Әсел Асқарқызы сіздерге жауап береді. Ал мен Әселдің кейіпкеріміз Әселдің атына ашылған есепшоттарды қайталайын. Каспий Голд нөмірі 5169 4931 64 72 66 25. Асықпай тағы бір қайталаймын. 51 69 49 31 64 72 66 25. Сбербанктан ашылған есепшотта бар. 45 78 32 00 0967 38 29. Тағы бір қайталаймын Сбербанк нөмірін. 45 78 32 00 0967 38 29. ЖСЕ нөмірі қажет болуы мүмкін. 92 01 27 45 05 80. 92 01 27 45 05 80. Апайымыз бағдарламаның алдында маған ескертті, есеп шоттарды асықпай айтсаң деп, өйткені бұрындары өзім жазып алатын сәтте үлгере алмай қаламын деп, сондықтан біз тыңдарманның да тілегін ескереміз. Қымбат радио тыңдаушы, егер менімен бірге ілесіп жазып алу мүмкін болмай жатса, 75-72-75 байланыс нөмірі тәулік бойы өздеріңіз үшін қызмет көрсетеді. Нұрсұлтан қаласының коды 8-717-2, сондай-ақ 8-700-755-33-55 WhatsApp хат-хабар желісі де өздеріңіз үшін қызмет көрсетіп тұр. Және Қазақ радиоларының YouTube арнасында, Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде екенімізді де естеріңізге салайын. Ол жерден де тамашалап, бүгінгі кейіпкерімізге қатысты толық ақпарат алуға мүмкіндік бар. Бүгін қасиетті жұма, біз сіздерді жақсылық жасауға шақырамыз. Жаңа ғана Күләш апайымыз айтып отыр, зейнет жасында өзі. Апай, өзіңіздің де денсаулығыңыз шыны керек сыр беріп жүр. Солай ғой, енді Әселіңіз ауырғалы күн күлкіден, түн ұйқыдан айырылдыңыз. Иә, солай. Күлкіден ұйқыдан айырылдық. Тамақ мезгілінде іше алмаймыз, өйткені Әселі тамақ іше алмайды. Не тамақ ішсе де құсып тастайды. Салмағы 25 келі арыды, өзі 60 келі де. Қазір 35 келі, жаңа Әсел айтқандай. Енді өзімді сахарный диабетті, қантым көтеріле береді, давлением. Қан қысымы мазалайды. Қан қысымы, иә. Әрине, көз алдыңызда қызыңыздың жағдайының нашарлап бара жатқанын көру сізге оңай емес. Ең алдымен өзіңіз айтып қалдыңыз, сұрап алған жалғыз қыз қалдағым деп. Бой жетіп, енді ғана қызығын көремін дегенде осындай жағдайға тап келді. Тағдырдың сыны ғой. Үнемі айтамын, егер ананың жүрегі жақсылыққа сенсе, ол міндетті түрде орындалады деп. Сондықтан ең басты Әселге күш, қуат, жігер сыйлау үшін сіз мықты болуыңыз керек. Тырысамыз, әмин, жаңағы тілегіңізге. Қымбатты радио тыңдаушы, Әселге қол ұшын созайық, көмек көрсетейік. Бүгін қасиетті жұма. Жаңа ғана мен есепшоттарды қайталап өттім. 75-72-75 біздің байланыс нөміріміз, қаламыздың коды 8-717-2. Дәл қазір біз Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы тамаша бір әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды қайта жалғастырамыз.
өмірдің мәні қандай, қайратыңды қайратқа жаны қандай. Қайғырма ешқашанда, қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда. Жетер қолың арманға созғаныңда, өмірің өз қолыңда. Қайғырма ешқашанда, қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолыңда. Өмірдің жөні басқа, сүрінбеске болады жаңылмасқа. Болады шегінбеске, болады жеңілмеске, өмірің өз қолыңда. Жүлде дайын жарыстан озғаныңда, өмірің өз қолыңда. Болады шегінбеске, болады жеңілмеске, өмірің өз қолыңда. Бар оның өз жұмбағы, бақыт үшін қанша жан көз жұмбады. Арманда кетті қанша, арманда өтті қанша, өмірің өз қолыңда. Өтті қанша болсын кем боздағында, болсын өмір қашанда өз қолыңда. Арманда кетті қанша, арманда өтті қанша, өмірің өз қолыңда. Өтті қанша болсын кем боздағанда, болсын өмір қашанда өз қолыңда. Арманда кетті қанша, арманда өтті қанша, өмірің өз қолыңда. Болады шегінбеске, болады жеңілмеске, өмірің өз қолыңда. Бүгін кейіпкеріміз Әселге біз де осылай жігер бергіміз келеді. Ең бастысы, Әсел, сіз мықты болсаңыз алынбайтын қамал жоқ, ал жағдайыңызбен таныс болған мейірімді тыңдаушыларымыз өзіңізге демеу болады деген сенімдеміз. Қымбатты радио тыңдаушы, Әсел қыздарыңызға көмек қолын созамын десеңіз, Каспий Голд нөмірі бар, қайталап өтейін: 5169 49 31 64 72 66-25. Тағы бір қайталаймын: 5169 49 31 64 72 66-25. Сбербанктан ашылған есепшот 45 78 32 00 0967 38 29. Тағы бір қайталаймын: 45 78 32 00 0967 38-29. ЖСЕ нөмірі қажет болуы мүмкін, мұқият жазып алыңыздар: 9201 2745 0580 9201 2745 0580. Менімен біргелесіп жазып алуға мүмкіндік болмаса, 75 72 75 бұл біздің студиямыздың байланыс нөмірі. Нұрсұлтан қаласының коды 8 717 2, сондай-ақ 8 700 755 33 55 WhatsApp хат-хабар желісі де өздеріңіз үшін қызмет көрсетіп тұр. Тәуліктің кез келген сағатында өздеріңізге жауап беруге дайынбыз. Ал біз дәл қазір кезекті жарнамаға берейік, одан кейін сұхбатымызды қайта жалғастырамыз.
Қазақ радиосында жарнама. Әдебиет порталы, әдеби жаңалықтар мен тың туындылар, танымал қазақ әлем жазушылары мен жастар шығармашылығы, жаңа кітаптар мен мәнді мультимедиа алаңы. Оқыңыз, тыңдаңыз, көріңіз. Қазақ радиосының байланыс телефоны Нұр-Сұлтан қаласында 8-71-72-75-72-99, Алматы қаласында 72-72-613-555. Батыр болу шарт емес текті рухта, байда болу шарт емес епті мықта. Жай ғана бір жақсылық жасау үшін мейірімді болғаның жеткілікті. Әуе толқынында қамыққан жанға қуаныш болған, жабыққан жанға жұбаныш болған мың алғыс. Қымбатты радио тыңдаушы, бүгінгі хабарымызды Әсел Аңғашиноваға арнап отырмыз. Кейіпкеріміз студиямызға анасымен бірге келіп жағдайы туралы айтып отыр. 10 айдан бері бойына жабысқан дертпен күресіп келеді. Аурудың негізгі белгілері туралы айтсақ, дене қызуы көтеріліп, ішкен тамағын құсып, жанын қоярға жер таппай кетеді. Арнайы аппаратқа тәуелді болып қалды. Аз уақыттың ішінде 25 келі салмақ тастаған, өйткені ішкені бойына жұқпайды. Басы айналып жүруге шамасы келмей қалатын сәттері өте көп. Ендігі мақсаты шетелдік клиникаларға қаралу. ақш-тың емханаларына құжаттарын жіберіп, арнайы шақырту да алды. Жолы бар, жататын жері бар. 6,5 теңге көлемінде Әселге қаражат керек. Енді қарапайым тіршілік кешіп отырған отбасына мұндай қаржыны табу оңай емес. Жаңа ғана анасы айтып өтті, Әсел менің арқа сүйеп отырған жалғыз қызғалдағым еді деп. Әселдің өзі мінекей осындай сынаққа тап келгенде анасы қайда барып, кімнен қол ұшын көмек қолын сұрарын білмей, Қазақ радиосының шаңырағына келіп отыр. Әселдің анасы Күләш Қылышбаева мінекей бағдарлама басталмай жатып, ананың жанары жасқа толып, қыз үшін ертеңіне алаңдап, жанын қоярға жер таппай, өзі де айтты ғой, жаңа күн күлкіден түн ұйқыдан айырылдым, өзіме де ас батпайды деп. Апай, енді Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманымын деп те айттыңыз, иә? Талай ана сүйінші сұрап хабарласқан сәттерді өзіңіз естіп біліп жүрсіз. Сол сәттің сондай қуанышты сәт сіздің де өміріңізден орын алатынына сізді сендіргіміз келеді. Ең басты жақсылыққа сеніңіз. Енді Әсел қызыңыз туралы тағы да айтсақ, иә? Әсел кішкентайында қандай қыз болды және өзіңіз өнерлі қыз деп айтып қалдыңыз? Мен қызым Әсел кішкентай кезінен еңбек қорда. Өз ойыншығын өзі жинап, өз киімін жинап, орнына қойып, табиғатты тамашалау білетінді, жәндіктерге, жануарларға қарап, қызық нелерін көріп, бақылап айтатында осылай деп. Жануарлар жақсы көретінді. Айналасына қамқор қыз болатын, иә? Мен өскенде осы животныйларды, жануарлардың қорғаушы боламын деп сөйтіп айтып жүретінді. Ол программистің оқуын оқыды колледжда, содан кейін музакадемияда оқыды. Музакадемияда эстрадный вокальный отделениесі да оқыды. Таптамаша группасы бар да, кураторы жақсы да. Балалар бәрі бір-бірімен сондай дружный болатын да. Сосын пианинода қызым ойнайды, сүйрет салады, тіпті бір художникца сияқты сүйретші. Мүсінмен айналасатында, пластилинмен неше түрлі. Өте өнерлі қыз Әсел. Үйде микрофон алып, караоке ән айтатында, би билеп сөйтіп жүретінді. Үйде сүйреттерін іргеге іліп қоям, мен әрқашан қараймын. Бірақ осы қызым болашағынан үлкен үміт күттіретін еді. Иә, содан кейін ауырып қалды қызым. Музакадемияда оқып жүріп, мәжбүр болды. Академический отпуск алып, емделді. Әсел бұның алдында да талай аурулармен ауырып, Алла күш қуат беріп,
өзіне өзі сеніп берік болып тәуір болғанда осы рет қиынға соғып отыр бұл ауру. Не айтайын, Алладан жәрдем сұраймын, жылап та сұраймын, жыламай да сұраймын, мешітке де барам. Сіздердің де енді құрметті көмек сұраймын. Жыламаңыз апа, енді бізге жыламаңыз деп айту оңай, бірақ сіздің жүрегіңіздегі уайымды жақсы түсініп отырмыз. Өзіңіз үміт күтіп отырған өнерлі қызыңыздың болашағынан көп үміт күтетін едіңіз, бірақ осы бір сынға тап болғалы көңіліңізде уайым басым, ол күдіктің сейіліп, үміттің сәулесі жүрегіңіздегі үміт ақталатын күнде жақын болар. Оған біздің мейірімді тыңдаушыларымыз себепкер болады деп сенеміз. Әсел, бізге хабарласқанда көмек бола ма деген бір ауыз сөзіңіз сондай үмітке толы сұрау еді. Мен сізге болады деп те, болмайды деп те ештеңе айта алмадым, бірақ жақсылықтан күдер үзбеу керек екенін ескерттім. Өйткені мың алғыстың тарихында кейіпкерлердің есеп шотына өздерінің есімдерінің жасырын қалуын айтқан қайырымды азаматтардың миллиондап қаражат аударғаны, тіпті үй сыйлаған кездері бар. Әр тыңдаушының шын ниетпен жіберген 1000 теңгесі, 500 теңгесі, тіпті 100 теңгесінің өзінен қомақты қаражат жиналып емделіп келіп жатқан кейіпкерлеріміз бар. Сондықтан сізге Қазақ радиосы арқылы көмек көрген кейіпкерлердің жолын берсін деп тілейміз. Жүректеріңіздегі үміттеріңіз ақталсын. Қымбатты радио тыңдаушы, бүгінгі хабарымызды біз Әсел Аңғашиноваға арнап отырмыз. Мінекей Әсел өздеріңізде Қазақ радиоларының YouTube арнасынан тікелей эфирде тамашалауға болады. 25 келі салмақ тастаған, суреттері де арнайы көрсетілуде. Әселдің атына ашылған есеп шоттар біздің қолымызда бар. Студиямыздың байланыс нөмірі 75-72-75, Нұрсұлтан қаласының коды 8717. Тәуліктің кез келген сағатында сіздерге жауап беруге дайынбыз. Ал мен хабарымыздың соңғы минуттары, сондықтан Әселдің атына ашылған есеп шоттарды тағы бір қайталап өтейін. Каспий Голд нөмірі 5169 49 31 64 72 66 25. Тағы бір қайталаймын. 5169 49 31 64 72 66 25. Сбербанк нөмірі 4578 3200 0967 38 29. Тағы бір қайталаймын. 4578 3200 0967 38 29. ЖСЕ нөмір қажет болуы мүмкін. 9201 27 45 05 80. 9201 27 45 05 80. Апай, хабарымыздың соңғы минуты, сондықтан сөз кезегін өзіңізге тағы бір мәрте ұсынайын. Мен Қазақ радиосына, мың алғыс передачасына көптен көп рахмет айтқым келеді. Амангүл Ермекқызы редактор, тап-тамаша адам, бізді түсініп, осы редакцияға шақырып, бізді тыңдап, осындай тікелей эфирге шығарып отқанына мың алғыс сізге, Амангүл Ермекқызы. Алла сізге әрқашанда жәрдем беріп, денсаулығыңыз мықты болсын. Ең бастысы, апай, сіздің жүрегіңіздегі үміт ақталсын. Біз соған себепкер болсақ, біздің бар мақсатымыз сол. Бір ананың жүрегіндегі, бір баланың жүрегіндегі мұңды сейілсек, бар мақсатымыз осы. Қымбатты радио тыңдаушы, мінекей бізге берілген уақытта осымен тәмам. Күләш апайымыз әлі студиямызға келіп сүйінші хабармен бөлісетін сәтке барлығымыз куә болайық. Өздеріңізге қызмет көрсеткен Амангүл Ермекқызы, Ана Рахметоллақызы, Әсел Асқарқызы, игіліктің ертегіші, қайырымның үлкен кішісі болмайтынын естен шығармайық. Амин. Қазақ радиосы еліміздегі тұңғыш